1941 жылы 22 маусым күні таңғы сағат 4 кезінде фашистік герман әскері КСР-ның батыс шекарасына басып кірді. Аса жоғары дайындықтағы әскермен шырт ұйқыда жатқан бейбіт елге соққы жасай бастады. Осылайша екінші дүниежүзілік соғыс басталған еді. Бұл соғыс 26 миллионға жуық адамның өмірін алып кетті. Қазақстандықтар соғыстың алғашқы күнінен бастап майданға аттанып, солардың әр екіншісі соғыстан оралмап еді. Осы соғыстағы бір ғана тағдыр жайлы жазған анамның тақпағын сіздерге назарларыңызға ұсынамын. 44-тің бұл бір зілді көктем еді. Ызғары өңменнен өткен еді. Қаралы қағаз алған қарияның қабағы қарс айырылып кеткен еді. Бұл көктем ұқсамайды еш көктемге. Қарт ананың жас көктемі кеткен беді. Табиғат өңі кетіп ренжулі. Көктем емес, күз келіп жеткен беді. Қарт ана таңға жуық күрт оянды. Бұл не шу, бұл не дабыр деп қояды. Жүрегі тарсыл-тұрсыл қатты соқты. Деп тұрғандай бір жаманды кеп таянды. 2 жыл 2 ай бұрын бұл анасы майданға аттандырды 3 баласын. Жасының егдесіне қарамастан артынша қоса кетті отағасы. Қайғылы хабар алды 2 ұлдан. Анаға азап бар ма, асқан бұдан. Көз жасы таусылғанша қайғырғанда қара қағаз келді ғой отағада. Қалған ұлдың тілеуін тілеушеді, амандықпен жүрсін деп жебеушеді. Мінезі ашық жарқын ерке ұлды тұлпар атқа асауға теңеушеді. Ол үйленсе немерем болса деді, қолына ақ құсы кеп қонса деді. Томпаңдап жүгіретін көп баламен үйдің іші қуанышқа толса деді. Сол арманы аяқ асты сағым болды. Желкілдеген жас шыбық солай солды. Есікке ақсап басып барған кезде қара қағаз ұсынған көрді қолды. Бұл менің түсім шығар, оятыңдар. Әй, қайсың бар, бері таман таяныңдар. Мұндай түсті көргім келмейді, тездетіңдер. Жылдам кеп, қасыма кеп, оятыңдар. Деп ананың дауысы дірілдеді. Ол оның түсі емес өңі еді. Еш шарасы қалмаған байғұс ана отыра қап, олай деп егіледі. Не керек мына көзім маған енді, көрмесем тұлпарымды құлынымды. Тірі болып жүргенімнен не пайда бар? Бәйтерегім жайқалған мүлде солды. Естігім келмейтінді ештеңені, естімесем даусыңды, ешбір сөзді. Тағы бір жамандықты әкелмеңдер. Тарс жауып отырайын құлақ көзді. Қаншама орындалмай арман қалды. Соғыс жұтып қойды ғой бала шалды. Көп адамның үмітін үзіп тастап, сұм соғыс көп арманды жалмап алды. Болмасыншы енді мұндай қайғы мұң. Тілеймін адамзатқа осыны шын. Сәбилерді, аналарды зарлату болашаққа болар енді үлкен сын.